Армысыздар қадірменді тыңдармандарым. Әңгімені міндетті түрде соңына дейін тыңдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көз жасы. Мен аздап таксоват етіп ақша тауып келейін, деді Нұрлан дастархан басынан жаймен көтеріліп. Екеуміздің тойымызға елден біраз қарыз ақша алып едім. Соларды қайтару керек қой. Енді күн түндемей жұмыс істеу керек. Әлі-ақ бәрін жасаймын. Үйде болады, жайда болады, жаным. Жақсы, тек басқа жаққа бұрылып кетпесең болғаны, деді әйелі күлімсіреп. Ондай жаман әдеттеріңді енді қоятын шығарсың. Қойшей, қайдағы жоқты айтпай, деді ол ашуланғызып. Біліп қой, мен еркекпін. Қайда барам, қалай тұрам, өзім білем. Еш уақытта есеп бермеймін. Неменеге ашуланасың? Еркек екеніңді онсыз да білемін. Бірақ енді менің заңды күйеуімсің ғой. Мен сені қызғанамын. Кімнен? Аналардан. Аналарың кім? Оны өзің де білесің ғой. Қоясың ба енді, жоқ па? Жігітті түрі бұзылып, лездақ қара сұрланып шыға келді. Қабағы түсіп тұнжырай қалған әйелі одан әрі ләм-мим деп тіл қатпастан теріс бұрылып кетті. Әй сен, қайдағы жоқты айтып, бұлжырай берме, білдің бе? Енді бір рет осындай әңгіме шығарсаң, менен жақсылық күтпе. Әй, естіп тұрсың ба? Деді жігіт өзеуреп. Мен сен білем ғой, деді әйелі ақырын ғана. Нұрлан ештеңе естімегенде есікті тарс еткізіп жапты да ашуланып шығып кетті. Есік алдында тұрған машинасын оталдырды да ызғытып ала жөнелді. Көшені айнала бере тоқтады да дүкенге бас соғып сатушы қыздан. Бір жерге звондап алайыншы, деп сұрауын сұрағанымен, оның жауабын да күтпестен жайлап телефонның нөмірлерін тере бастады. Ашудың ізі де қалмаған, көзі күлімдей әндетіп қояды. Ол мені күтеді, деді өзіне өзі риза болып. Бүгін тағы құмарымды қандырмасам. Осы кезде ар жақтан алло деген қыздың даусы естілді. Қалың қалай? Бұл мен ғой, деді жігіт сыбырлай сөйлеп. Қыз бұның даусынан шошып кеткендей, аз-маз үнсіз қалды да сәлден соң барып есін жиғандай. Сенбісің? Деді күрсініп. Иә, мен ғой, өзіңнің Нұрланың ғой, не танымай қалдың ба? Бай болатын шығармын. Не жай ма? Жай, не звондауға болмай ма? Болмайды. Қош енді ренжімеші, мен бәрін айтып түсіндірем. Ештеңені түсіндірудің керегі жоқ. Қазір барамын. Келмей-ақ қой. Саған бірдеңені айтып кетуім керек. Нені? Телефонмен айтатын нәрсе емес. Көп уақытыңды алмаймын. Жақсы. Ол тағы бірдеңе айтуға оқтала беріп еді, қыз трубканы қоя салды. Әп бәлем, тұра тұр. Әлі өзің ақ бұралқы итше бұралып келіп, құшағыма жығыларсың. Көп болса тулап-тулап қоярсың, қайда барарсың? Әлі анда-санда барып тұрар ашынама айналарсың. Мен сені жақсы білем ғой, деді де жігіт шығып жүре берді. Машинамен көше бойлап зымырап келе жатыр еді. Анадайдан бір қыздың қол көтеріп тұрғанын көріп қалды да жанына тақай бере тоқтай қалды. Терезесін ашып. Қайда барасыз, қарындас? Деді дауыстап. Екінші вокзал, 500 теңге, деді қыз да тақ-тақ етіп. Отырыңыз. Қыз алдыңғы есікті ашып, зып беріп отырып алды да жігітке бұрылып. Дұрыс түсіндіңіз ғой, екінші вокзал 500 теңге, деді тағы да тақ-тақ етіп. Я, түсіндім, түсінбейтін несі бар? Қайдан білейін? Кейбір таксистер айтқан жеріңе апарып тастағаннан кейін тағы да қосымша ақсайды сұрайды екен. Қорықпаңыз, мен сұрамаймын. Неменеге қорқамын? Қорықпаймын. Тек ескертіп жатқаным ғой. Қайда кетіп барасыз? Қарағандыға. Ауылыңызға ма? Жоқ. Бір дос қызымның туған күніне. Бірге оқып едік. Келмесең ренжимін деген соң амалсыздан бара жатырмын. Бір жағынан осындай басымыз бос кезде қыдырып қалайық деп. Ертең тұрмысқа шыққан соң бәрі қалады ғой. Студентсіз ау деймін, а? Жігіт сөйлескен болып қыз жүзіне көз қиығын салып қояды. Әдемісін ай шіркін, дейді іштей әзелгі әдетіне басып. Иә, студентпін.
Қыздың ештеңемен шаруасы жоқ, тақ-тақ етіп тақылдап отыр. Қайда оқисыз? Қазпиде. Қандай факультетінде? Тіл, әдебиет. Бәсе. Сарнап тұр екенсің дейсіз бе? Я, ашық қыз екенсің. Маған мінезі ашық қыздар ұнайды. Өзіңіз қайда істейсіз? Мен қарапайым қарауылмын. Әйтеуір өзіме ұнайды. Бір сөткі істеймін де 2 сөткі демаламын. Сол демалатын күндері қарап жатпай ара-арасында өстіп ақша табамын. Бойдақ болсақ та айлығымыз шайлығымызға жетпейді. Содан соң ептеп-септеп осылай. Дұрыс қой, ақша тапқанның несі айып? Ешкімнен тартып, болмаса ұрлап алып жатқан жоқсыз ғой. Өмір қызық қой өзі. Я, шынымен қызық. Жігітіңіз бар шығар? Жақсы жігіт кездеспей жүр ғой. Қыз сықылықтап күлді. Осы оңтайлы сәтті пайдаланып қалғысы келген Нұрлан сәл мойнын бұрып, жақсы жігіт кездесті деп ойламайсыз ба? Деді қуақылана. Қыз бәлен деп жауап қатпады. Жымия беріп, мырс етіп күліп жіберді. Айтпақшы, атыңызды да сұрамаппын ғой. Есіңіз кім болады, қарындас? Таныстықтың артықтығы бола қоймас. Нәзира. Атыңызға сай екен. Рахмет, деді қыз жымиып. Менің есімім Нұрлан. О, міне келіп те қалдық, деді ол машинасын тоқтата беріп. Осы кезде неге екені белгісіз, қыз қолына қалта телефонын алды. Оған көзі түсіп кеткен жігіт тағы да қарап тұрмай, «О, телефоныңыз қандай әдемі? Нөмірін бермейсіз бе?» деді жымысқылана жымиып. Неге? Деді қыз да түк түсінбегенсіп. Жай, енді былай хабарласып тұрсақ. Жақсы, жазып алыңыз, деп нөмірін жаймен айта бастады. Нұрлан зып еткізіп телефонына жазып ала қойды да, тексеріп көру үшін сол нөмірді басып кеп жіберді. Қыздың телефоны ән салып қоя берді. Тексеріп жатырсыз ба? Деді бойжеткен күлімсіреп. Жоға. Менің де телефонымды жазып алсын деп жатқаным ғой, деді жігіт сөз тауып. Олай болса кешіріңіз, деді қыз сызыла. Қой, мен барайын, пойыздың жүретін уақыты да тақап қалды. Жақсы, барып қайтыңыз, жолыңыз болсын, деді жігіт. Қызға қолын ұсынып. Мүмкін әлі кездесерміз. Рахмет, сау болыңыз. Қыз аяғын асыға басып жүгіре жөнелді. Жігіт артынан сұқтанып тұрып қалды. Сұлу-ақ екен. Фигурасы да келісіп тұрау. Шіркін, бір көрер ме еді. Өзі де кетер емес сияқты ғой. Барып келсін, содан соң көрерміз, деді іштей күбірлеп. Ол машинасын кері бұрды да мөлдірдің жұмысына келді. Есік алдына тоқтай сала қалта телефонымен хабарласып, сыртқа шақырып алды. Құтты болсын, деді қыз аман саулықты сұраспастан томсырайып. Рахмет. Қалай енді? Жаман емес. Әйтеуір үлкен кісілер осы қызды аласың деген соң, еш бұлтара алмадым. Бірақ сені жақсы көремін. Сені ойлай беремін. Өтірік айтасың. Әнеугүні көңілімді қатты қалдырдың ғой, аузыңа келгенді айтып. Жанымды оңдырмай жараладың ғой. Мен бірдеңе бүлдіреді деп ойлайтын шығарсың. Жоқ, қорықпай-ақ қой, ондайым жоқ. Тек қыз тығып сөйлей алмады. Сол күні көңіл күйім жоқ еді, оның үстіне өзің. Мен не істедім сонда? Не жазығым бар? Бар жазығым өлердей жақсы көріп, құдайымдай сенгенім бе? Енді не қыл дейсің маған? Қош енді, өткенді сөтті, оны еске түсіре беріп қайтесің. Бір жолға ашуыңды қый, одан да бүгін бір жаққа барып демалайық та. Қалай ұя алмайсың? Ар ұятың қайда? Жаңа үйленген келіншегің бар емес пе? Бұрынғыдай бойдақта емессің. Қоймайсың ба енді? Үйленгенше соның бетіне қарап жүру дейсің бе? Одан әлден суынып барамын. Көп тұра да алмайтын шығармын. Сондықтан бүгін сені іздедім. Жаныма жан жылуын сен ғана бере алатын сияқтысың. Сенің ғана адалдығың, сенің ғана махаббатың бойыма қуат қосып нәр бере алады. Түсінші соны. Әлі де араласып жүре берекші. Кеудемнен итермеші, келіп тұрайыншы. Үйренісіп қалдық қой. Жоқ, енді мүлдем болмайды.
Қойшы, бір жолға ашуыңды қый. Шын жақсылық көргенің рас болса, бүгін көңілімді қалдырмашы. Бүгін ғана. Бүгін де, ертең де, бүрсігүні де болмайды. Енді сенімен ешқашан ешқайда бармаймын. Рас, шын жақсы көрдім. Оны өзің де білесің. Сондықтан да айтқаныңды еш уақытта жерге тастаған емеспін. Ал не таптым сондан? Қалың мұңның құшағына оранып, жетім қозыдай жәутеңдеп қала бердім. Сенің нең кетті? Қылың да қисайған жоқ. Құдай да әділетсіз ғой. Енді бәрі бітті. Мені мәңгіге ұмыт. Енді маған хабарласпа. Келме де. Өзің ғой келе бер деген. Сен басқаша ойлап қалған екенсің ғой. Сенің не ойлайтыныңды білем ғой. Бірдеңе берейін деп едім. Неңді бересің? Айтшы тезірек, деді жігіт қалжыңға сүйегенсіп. Мә, мынаны ал да енді мені мазалама, деп қыз қол сөмкесінен конверт алып ұсынды. Бұл не тағы? Ақша ма? Қайдағы ақша? Хат, соңғы хат. Басы бұрын жазылған, бәрі де осында айтылған. Оқы да ешкімге көрсетпей жыртып таста. Ең соңғы өтінішім де сол. Қыз бұрыла берді. Жаным, тоқтасаңшы, бір нәрсе айтайыншы. Естісе де ештеңе естімегендей қайрылмастан кете барды. Жігіт қыз жұмысына кіріп кеткенше көздің соғын қадап ойланып тұрып қалды. Шіркін, енді ана маған бұйырмайды ғой. Жоқ, қайда барар дейсің? Тулап-тулап қояр, әлі өзақ шақырар. Мен оған сенемін, сыры белгілі ғой. Нұрлан ақырын басып келіп машинасына отырды да асықпай конвертті ашты. Ішінен компьютерде терілген 10 шақты беттік хат шықты. Көз жүгіртіп оқи бастады. Нұрлан, сені тағдырдың маған бұйыртқан сыйы болар. Уақытша болса да сені маған мына аз ғана ғұмырда сүйген адамының қандай екенін білсін деп жіберді ме екен? Әлде тағдырдың қатал екенін сезінсін деді ме екен? Әлде өмір бойы осы дертпен ауырсын деді ме екен? Әлде бұл тағдырдың сынағы ма? Сынаған болса сені қайдам, мені оңдырмады. Маған мәңгі айыға алмас өкініш пен мұң сыйлады. Ал саған не сыйлағанын білмеймін. Өйткені сен ол туралы ештеңе айтпадың. Айта алмадың. Мүмкін мені аяған шығарсың. Несіне аядың? Ақыры болар іс болды, болдырдың. Сондағы аяғаның осы ма? Мен сені жан жүрегіммен кешірем. Бірақ көлге айналған көз жасым жібере қоймас. Көз жасымды тоқтата алар емеспін. Тоқтата да алмайтын шығармын. Адам баласы тұрмақ хайуанның да көз жасы жібермейді деген сөз бар емес пе? Мен тек осыдан қорқам, бірақ саған еш жамандық ойламаймын. Ойлаған да емеспін. Ойлағым да келмейді. Өйткені іске өзің де өкініп жүрген сияқтысың. Бірақ кім білсін, дұрыс істемегеніңі мойындағаның да келмейді. Оны сезбей жүрсің де. Күпірлік жасасам, басқаша ойласам, ашуға бой алдырмашы. Мен бәрін де түсінемін. Егер ренжіткен кездерім, көңіліңді қалдырған сәттерім болса, кешірші жаным. Сенімен танысқан күннен бастап өзімді шексіз бақытқа сезіндім. Сенің де есіңде шығар, менің де есімде. Жаңбырлы күн, өзеннің жағасы. Ауылда өткен сол бір аптаны еш ұмыта алар емеспін. Ұмытпаймын да. Ұмытқым келсе де ұмыта алмайтын шығармын. Сені қалай қатты жақсы көріп қалғанымды өзім де білмеймін. Қол ұстасып бірге жүрген жарты жылға жуық уақыттың қалай жылдам өте шыққанын да сезбей қалыппын. Осы қуаныш пен кейінгі мұң сенің маған деген махаббатыңның өлшемі ме? Жоқ, бұл бұнымен бітпек емес. Мен қашан да сенімен біргемін. Қайда жүрсең де, мен сенің жаныңнан табыла аламын. Ал сен ше? Қиналған кездерде сені іздейтінім рас, бірақ таба алмаймын. Сондықтан да болар. Кейде жер бетіне сыймай кететіндей өзіммен өзім арпалысамын. Әрине, мен сенің бақытты болуыңды қалаймын. Саған одан өзге не тілейін? Сен ұмыт дейсің, айтшы өзің, қалай ұмытам? Ол үшін сезімі жоқ тас жүрек болуым керек қой.
Олай болса, сол бір шуақты күндерді, ұмытылмас сәттерді неге сыйладың? Жан жүрегімде мәңгі сақтап ұмытпау үшін емес пе? Әлде сол сәулелі сәттерді ғұмыр бойы сағынып өтсін дедің бе? Жылама дейсің, қалай жыламаймын? Ол үшін ойсыз болуым керек шығар, қалай жалынсам да. Өз дегеніңді істедің емес пе? Сендірдің де, тым болмаса балаңды қимадың ғой. Алдаусыратып, алдыртып тастадың. Сені сондай жақсы көргендігімнен шығар, мен байғұс бәріне көне беріппін ғой. Айтқаныңды істей беріппін ғой. Ойлашы, жалғыз қалай өмір сүрсін дедің? Жоқ, мен жалғыз емеспін. Сен барсың. Сен болғаннан кейін де жер басып тірі жүрмін. Дос болып қалайық дейсің. Жұбымыз жазылмастан бірге жүрген достарымыз куә болған сол бір айшықты мезеттерді ұмытып, аяқ астынан дос болып қалу қандай ақылдылық? Дос болатындай не істедің? Махаббатқа адал бола алмаған адам достыққа қалай адал болмақ? Сен менің досым да қасым да емессің. Мәңгі ұмытылмас жұлдызды махаббатымсың. Хош деуге хақым жоқ. Шын сүйгендер қосылмайды дегенге сенесің бе? Деп сұрағаның есіңде ме? Сонда бізге кедергі болған не нәрсе? Тосқауыл қойған кім? Сен жақтан ба, жоқ әлде мен жақтан ба? Мейлі, кім болса ол болсын, менің білейін дегенім ол емес. Тек айтайын дегенім біз неге соларға қарсы тұра алмадық? Әлде сондай қорқақ па едің? Егер шын сүйген болсаң, неге жеңбедің? Неге? Себебі не? Айтшы. Бейнебір біреу-міреу дуалап тастаған сияқты. Сенің қатты өзгеріп кеткенің маған түсініксіз боп қала берді. Болмаса, балаңды бер де өмір сыйла. Болмаса, мүлдем менен кетіп қал да өлім сыйла. Менің нәзіктігім, мейірімділігім, адалдығым, пәктігім сенімен бірге кеткен. Өзге қыздар қалай екенін білмеймін. Шындықты ғана сүйетін басым, саған сенерімді де, сенбесімді де білмей дал болған-ай. Махаббаттың у араласқан балын ішіп, көзсіз көбелекке айналып жүре беріппін ғой. Басынан өткен ауыр күндердің куәсі де өзің емес пе едің? Ондайға қолымды бірақ сілтеп кете беретін ар ұяты жоқ қыз емеспін. Сондықтан да тек өлімді ғана ойлаймын. Күндердің күнінде осы жайлар алдымнан шыға келсе, менің кім болғаным, сенің кім болғаның. Сен достарыңа сенетін шығарсың, ал мен сене алмаймын. Мен жайында нені әңгіме қылатыны да белгілі ғой. Саған сондай сеніп едім. Не деген сенгішпін. Сенгеннен кейін сенімен жүрдім. Жан тәніммен сүйдім. Сүйетіндігімді айтып, жалпақ әлемге жар салдым. Сонда соның бәрі бекер болғаны ма? Мұнша қайғыны қайтып көтеремін. Салмақты едім. Мықтақ едім. Бірақ дәл осы жан азабынан арыла алар емеспін. Жеңілдім. Бірақ күнде соншалықты өзгеріп шыға келгеніңді түсіне алмадым. Алғашында қандай едің? Жиі келіп әңгімелесіп кетуші едің. Сол күндергі жылылықтың бәрі қайда кетті? Бәрі жалған болғаны ма? Қатты қиналсам үй жағыңа барып, сен кездесе кететіндей торуылдап жүруші едім. Бірақ атыңды айтып айғайлауға дәтім бармай, қатып кеткен күндерім көп болды. Өстіп жүріп жынды болып кетсем, арманым жоқ. Сен басқамен кеттің, ал мен ше, маған ешкім сөз айтпады дейсің бе? Олай ойласаң қателесің. Тек сені сүйгеннен кейін ғана оларға мойын бұрмадым. Мен әлі ешкімді дәл сендей жақсы көрген емеспін. Дәл сендей сүйген емеспін, сүйде алмаспын. Ғұмыр бойы қу тіземді құшақтап, шападан жалғыз өтетін шығармын. Түсінетін жан табылса тек саған ұқсайтын болар, бірақ мүмкін емес қой. Сен өзгені сүйсең, сүйген шығарсың. Өзіңе өзің сенбейтін мені неге алдадың? Мен саған сенгеннен кейін, сендіргеннен кейін сені жаным дедім. Сен де мені жаным дедің емес пе? Сондағы сендіргенің осы ма? Неге сонша қорладың? Бұл қорлықты қалай көтерем? Ол хатты бір сөзін қалдырмай мұқият оқып шықты да, аз кем ойланып отырып қалды. Иә, ол қыз еді, деді.
өзінен өзі күбірлей сөйлеп. Мен оны бүлдірдім. Бірақ ол өзі ғой. Жыласа қайтейін, жылай берсін. Менің кінәм не? Ол өзі ғой, өзі емес пе? Өзі. Хатты еппен бүктеді де қайтадан конверттің ішіне салып, жол жиегіндегі арыққа лақтырып жіберді. Мынаны Жанерке оқса төркініне қашып кетіп жүрер. Дей беруі мұң екен. Қалта телефоны әндетіп қоя берді. Қолына алып қарап еді, Жанар шақырады деп тызылдап тұр екен. Көзі күлімдеп кетті. Қалайсың жаным? Деді телефонны құлақ тұсына тосып. Қайдасың? Сағындым ғой жаным. Неге звондамайсың енді? Бітпейтін бір шаруалардың соңынан жүгірем деп қолым тимей кетті. Не боп қалды соншама? Телефон соғуға да мұршаң болмай кетті ме? Деді қыз дауысын көтеріп. Ылғи өтірік айтасың. Сенші жаным, шын айтам, мұрныма су жетпей кетті. Қайдасың өзің? Қайда болушы едім, жатақханадамын. Онда қазір барамын, міне, ұштым. Ертең мамамдар келеді, сен таныстырайын деп едім. Неге? Не үшін? Деді ол сасқалақтап. Негесі қалай? Өзің де білесің ғой. Айтпап едім аяғым ауыр деп. Сен тұра тұршы, мен қазір барам. Маңдайынан суық тер бұрқ ете түсті. Нұрлан жауап та күтпестен телефонын жан қалтасына сала салып, жалма-жан машинасын оталдырды да ызғытып ала жөнелді. Ашуы көтеріліп басына шыққан сонша аузына келгенін айтып боқтанып келеді. Әкеңнің аузын ұрайын, қаншықтар-ай. Жолап кетсең осы, алдымен өздері қыңсылап, астыңа жата кетеді де, ертеңінде жылап сықтап шыға келеді. Алдыру керек, қалайда алдыру керек. Алдап сулап болса да, менің үйленгенімді білмейді ғой. Пока білдірмеу керек, алдырғанша ештеңе сездірмеу керек. Әйтпесе бұл да бір жұлымыр ғой, бірдеңені бүлдіріп жүрер. Осындай ойы саққа бөлініп, ашуы бойына сыймай келе жатқан. Бір кезде ызғытып келіп, Бағдаршамның қызыл светіне өте берген. Сол жағынан бірдеңе тарс еткізіп соғып жібергендей болды. Көзін бір ашып қалғанда оң жағынан КамАЗ автокөлігінің шиқылдап-қиқылдап төніп келе жатқанын көрді. Ойлануға да мұршасы келген жоқ. Қатты соққыдан машинасының жылжып бара жатқанын сезген. Одан арғысы есінде жоқ. Тек есін жиып көзін ашқанда бүкіл денесінің ақ дәкеге байланып аурухана төсегіне таңылып жатқанын көрді. Денесі ауыр, қозғалта алар емес. Қарсы алдында екі көзі білеудей боп ісіп кеткен әйелі тұр, кемсең қағып. Бірдеңе дейтін сияқты, бірақ даусы естілер емес. Нұрланда тіл қатайын деп еді, даусы шықпады. Жағы қарысып қалғандай, аузы ашылмады. Көзін сығырайтқаны болмаса, өліп жатқан адамдай тырп ете алар емес. Көзіне жас іркілді. Ағыл-тегіл жылағысы келді, бірақ жылай да алмады. Нұрлан 3 ай бойы аурухана төсегіне таңылып жатты. 3 айдан соң барып ағайындары үйіне шығарып алды. Бірақ омыртқасы сынып, жұлынына зақым келгендіктен өмір бойы жазылмайтын сал ауруына шалдыққанын білді. Білді де зар еңіреді. Барар жері басар тауы қалмады. Бұндай кембағал күйеудің керегі жоқ. Жас өмірімді ғұмыр бойы өксікпен өткізе алмаймын деп әйелі төркініне кетіп қалды. Ол осылай жалғыз қалды. Өмірі жалғыздықпен алысып өтетін шығар. Достар, әңгімеміз осымен аяқталды. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.